Қайырлы күн. Сегодня мы с вами будем разбирать тему дательно-направительный падеж имен существительных в казахском языке. Барыс септігі, да? Дательно-направительный барыс септік падеж образуется при помощи окончаний га, ге, ка, ке, присоединяемых к корню или основе существительных. Он отвечает на вопросы кімге, кому, неге, чему, зачем, қайда, куда. Например, қалаға, оспанға, кітапқа. А также данный падеж в русском языке часто переводится как предложенный, да? Либо как означающий направление или цель действия, или как движение. То есть в казахском языке слова с окончаниями га, ге, ка, ке имеют следующее значение. Первое – это у нас цель или первое, то есть лица или предмет, которому направлено действие. Например, оспанға бер, дай оспану. Второе, направление действия. Уже не к которому направлено действие, а направление действия, да? Например, Астанаға бар. Едь в Астану, да? Астанаға. Қалаға, в город. Третье, цель действия. Кітапқа, за книгой, да? То есть присоединение окончаний га, ге, ка, ке у нас подчиняется, как мы с вами знаем, каждое окончание подчиняется правилам сингармонизма, а также прогрессивной ассимиляции. Теперь разберем окончание дательно-направительного падежа присоединение в притяжательном окончании. Да? То есть в единственном числе менің балам – это мой ребенок. Да? Менің балам – мой ребенок. А в дательном-направительном падеже имеет следующую форму. Менің балама, моему ребенку. Менің әкем мой отец, менің әкеме моему отцу. Сенің балаң твой ребенок, сенің балаңа твоему ребенку. Сенің әкең твой отец, сенің әкеңе твоему отцу. Уважительная форма второго лица притяжательного окончания. Сіздің балаңыз, ваш ребенок, сіздің балаңызға, вашему ребенку. Сіздің әкеңіз, ваш ребенок, ваш отец, сіздің әкеңізге, вашему отцу. В третьем лице оның баласы, его ребенок, оның баласы на его ребенку. Оның әкесі его отец, оның әкесіне его отцу или ее отцу. Во множественном числе также меняется біздің баламыз, біздің баламызға. Біздің әкеміз, біздің әкемізге. Сендердің балаңа, вашему ребенку, сендердің әкеңе, вашему отцу. Сіздердің балаңызға, вашему ребенку, сіздердің әкеңізге, вашему отцу. Олардың баласына, их ребенку, олардың әкесіне, их отцу. Келесі бізде екінші жаттығу, яғни қажетті қосымшаны жалғау керек болады. Наталья, жауап бересіз ба? Заңгерге, көмешкеге, хатшы. Қалай дедіңіз? Көмекші? Көмекшіге. Көмекшіге. Это кому? Помощнику. Помощнику. Жақсы. Хатшыға. Хатшыға. Секретарю.
Сұлулық салоны. Салоны. Салон красоты. На. Салоны Салоны на. на. Мгм. Салон красоты. Салон красоты. Азык тамаша. түлік дүкеніне. Дүкеніне. Мгм. Магазин продуктов. Мгм. Үйге. Үйге. Домой. Мгм. Жеткілікті. Аха, келесі екіншісін Сәуле сіз оқыңыз. Туған күнге, Мгм. день рождения, Мгм. мерейтойға, Мгм. на юбилей, Жақсы. жиналысуға, Жиналыс? жиналысқа, Жиналысқа, тамаша. Мгм. на собрание, Мгм. кездесуге, Мгм. на встречу, Мгм. қабылдауға, Қабылдауға. на прием, Мгм. оқушыға, Мгм. учителю, Учителю как будет? Оқытушыға, да? оқытушыға. А вы сказали оқушыға, да? Это оқушыға. Это к ученику. К ученику. Мгм. Жақсы, рахмет. Келесі, Алла, өзіңіз. Жұмысқа, Мгм. на работу. Мгм. Большиға, к начальнику. Қалай? К начальнику. Большиға. Басшыға, аха, жақсы. Сауда үйге, И- торговый дом. Мгм. Мейрамханаға, Мгм. ресторан. Мгм. К ресторану. Шаштаразға, Мгм. парикмахерскую. Жақсы, өте Емханаға, столовую. Мгм. Рахмет, өте жақсы, тамаша. Келесі тапсырма бізде тыңдалым жұмысы, яғни тыңдаңыз, бос орынды толтырыңыз. Қазір мен қосамын, сіздер тыңдаңыздар, е? Бірінші модуль, 6-шы сабақ, не істедіңіз? 4-ші тапсырма. Мұқият болыңыз. Тыңдаңыз, бос орынды толтырыңыз. Әмір, таңертең қайда бардың? Әуежайға бардым. Кешке достарыңмен кездестің бе? Иә, туған күнге бардым. Айжан, өзің қайда бардың? Мен кеше таңертең жаттығу залына бардым. Түсте сұлулық салонына бардым. Кешке кездесуге бардым. Үйге кеш келдім. Бірінші модуль, Мгм, тамаша. Енді мен сіздерге 4-ші тапсырманы орындауға уақыт беремін, е? Біз орындап болдық, е? Енді бос орындарды толтырып көрейік. Кім оқиды? Бірінші бөлігін Наталья, өзіңіз бастаңыз. Амир, таңертең қайда бардың? Таңертең қойдыңыз, е? Түсте емес, кешке емес, таңертең деп айтты, е? Әмір, таңертең қайда бардың? Әмір, утром куда пошел, да? И ответ, жауабы, Жайға бардым. әуежайға бардым. Мгм. Аэропорт. Мгм, тамаша. Келесі, Алла. Кешке достарыммен кездестім бе? Мгм. Я туған күнге бардым. Мгм. Айжан, өзің қайда бардың? Мгм. Что говорит он? Кешке, это как у нас переводится? Вчера вечером. Достарыңмен кездестің Вчера бе? вечером ты встречался с друзьями? Мгм, тамаша. И я пошел на день рождения. Я пошел на день рождения. Айжан, ты куда ходила? Мхм, тамаша. Келесі, Сәуле, өзіңіз жауап беріңіз. Мен кешке там Жаттығу. Мхм. Мен кеше таңертең. Аха, көмектесеміз. Айта беріңіз, Наталья, айтыңыз өзіңіз. Мен кеше таңертең жаттығу залына бардым. Мхм. Түсте сұлулық салонына бардым. Мхм. Кешке кездесуге бардым. Үйге кеш келдім. Мхм. Мен сонда қалай болады? Я вчера вечером пошла. Вчера утром? Вчера утром, то есть, да, Утром. пошла в спортзал, да? В первом лице личного окончания, да, вы поставили мен бардым, да? А там вопрос у нас был бардың ба
барды, да? То есть мы должны поставить в правильной форме личного окончания. Вы правильно, да, поставили? Бардым. Өте жақсы. Келесі сұлулық салонына бардым, да? Когда она пошла в салон красоты? Балет? В обед. Түсте, да? Түсте сұлулық салонына бардым. Ал кешке қайда барады? Вечером? Ага, қайда барады? Кездесуге, я? Кездесуге это у нас куда? На встречу, да? Угу. Вечером на встречу пошла. Вечером на встречу пошла. Үйге кеш келдім. Домой Пришла вечером. поздно, да? Кеш келдім. Мхм. Тамаша. Енді бізде келесі тапсырма дұрыс бұрысын анықтаңыз. Я? Ары қарай тыңдалыммен жұмыс жасайық, я, мәтінмен. Әмір таңертең әуежайға барды. Дұрыс па? Әлде бұрыс па? Мәтінде жоқ ақпарат па? Дұрыс. Дұрыс ақпарат, я. Келесі өздеріңіз оқыңыз. Наталья, өзіңіз бастаңыз. Читайте, пожалуйста. Следующий. Ошан дәстүрімен кездесті бұрыс. Бұрыс ақпарат, я? Дұрыс емес, бұрыс. Аха, келесі. Әмір туған күнде барды. Дұрыс. Дұрыс ақпарат, тамаша. Келесі. Олар жатығу залына барды. Дұрыс ақпарат па, бұрыс ақпарат па? Бұрыс. Бұрыс ақпарат. Келесі. Алла, өзіңіз оқыңыз. Айжан түсте сұлулық салонына кешке кездесуге барды. Дұрыс ақпарат па? Дұрыс. Дұрыс ақпарат. Аха, келесі оқыңыз. Әмір үйге келді. Аха. Мәтінде жоқ ақпарат. Мәтінде жоқ ақпарат. Соңғысын оқып жіберіңіз тағы да. Әмір достарымен дәмханаға барды. Мәтінде жоқ ақпарат. Мәтінде жоқ ақпарат. Әмір достармен дәмханаға барды деген ақпарат мүлде жоқ, е? Жақсы. Келесі тапсырма бізде үлгінің көмегімен жазу керек, е? Мысалы, кімге? Балаға. Неге? Үстелге. Қайда? Мейрамханаға, е? Кімге деген сұраққа Алла, сіз жауап беріңіз. Дәрігерге. Врачу. Бас мамынға. Қалай? Бас Мамынға. маманға. Тамаша. Главному специалисту. Сатушиға. Продавцу. Көзекшіге. Дежурному. Өте жақсы. Көршіге. К соседу. Соседу. Жақсы, өте жақсы. Енді Сәуле, сіз жауап беріңіз. Неге? Үстелге, мысалы, е? Бұйрыққа приказу. Орындыққа стулу. Дәптерге тетради. Гүлге цветку. Тарелкеге на тарелку. Тамаша. Енді қайда сұрағына бізге Наталья жауап береді. Жұмысқа на работу. Қонаққа в гости. Уезжайға в аэропорт. За удовольствие в торговый дом. Жатығу залы в спортзал. Тамаша, өте жақсы.